Туыстық қарым-қатынас İslam şariatında onu sile-i rahim deydi. Sile-i rahimді сақтау бұл парыз. Sile-i rahim бұл туған туысқандардың арасын байлап тұру ең маңызды шариғатта ең маңызды мәселенің бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem Арафатта тұрған уақытында, енді білесіздер, Арафат дұғалар қабыл болатын жер. Менің дұғам қабыл болар ма екен деген деп күмәнға барған адам күнәһкар болатын жер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem айтады, кімде кім дейді, ағайын туған туысқанның арасын үзген болса, бұл жерден тұрып кетсін дейді. Дұғалар қабыл болмай қалады дейді. Сонда бір жігіт тұрды да кетіп қалды дейді. Екі күннен кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem жаңағы жігітті көріп, сен неге осы жерде тұрып кеттің дегенде, менің әкемнің жалғыз әпкесі бар еді. Ол кісі мен шешемнің арасында ұрыс жанжал болып, әпкемізді бізге келтірмей қойды, бізді әпкемізге барғызбай қойды деді. Міне ағайын туған туысқанның арасы үзу осы. Барды келдіні үзіп қою дегені. Сіз бармайсыз, ол келмейді. Содан мен әпкем іздеп бардым, әпкеме барғанда әпкем мені көріп жылап жіберді. Айналайын бауырым, тыныштық па, не болды? Әкең аман ба, шешең аман ба, туған туыстарың аман ба? Жайша келдің бе деп сұрады. Сонда мен Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem'nin arası sözün ayттым. Әпкем қарап тұр, бұны Мұхаммед айтты ма деді. Iya, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Muhammed ayttı mı dedi. Iya, bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayttı. Onda men onun dinine kirdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve anne Muhammed Resulullah. Menin әкемнің әпкесі İslam'a geldi. Ағайын туған туысқанның арасын үзумен дұға көтерілмей қалады. Қабыл болмай қалады. Мынау бізде қазір неше түрлі өзін намаз оқып жүрмін, ораза ұстап жүрмін, қажылыққа барып жүрмін, Құран жаттап жүрмін деп тұрып, ағайын туған туысқанын сен кәпірсің, сен мұнафықсың, сен мен араласпаймын деп, ағайын туған туысқандығын үзіп қойған адамдар осы хадисті өте жақсы білу керек. Себебі Аллах субханала ва тағала біздің намазымызға, оразамызға, мешіт медресемізге мұқтаж емес. Бірақ өзінің бұйырып қойған бұйрығы бар, ол силай рахым, ағайын туған туысқанның арасын байлау дегендер. Жалғыз ғана жаназадаға іздеп бару, немесе тойда ғана бару, бұл әдептілікке кірмейді. Ең кемінде, жұма күнінде барып хабарын алып тұру. Хабар алған уақытында шамасы жететін болса, соған көмек беру. Олын үйлендір алмай атқан болса, олын үйлендіруге жәрдем беру. Қызын тұрмысқа шығармай атқан болса, қызын тұрмысқа шығару. Араларында ұрыс жанжал болып қалатын болса, соны татуластыру. Міне бұл ағайын туған туысқанның арасындағы ең көркем әдепке кіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem өзінің немере ағасы Абу Талib, ол мүшрик болды. Ол кафір болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem'nin жастайынан болған мұғжизаның бәрін көрген адам. Өлетін уақытына шейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem басында отырды. Неге? Бұл жерде ағайын туған туысқандықтың байланысы бар еді бұл жерде. Міне осыны күшейтуіміз керек. Міне осыны ағайын туған туысқанның байланысы деп айтылады.